Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде 6 сынып математикасы мәтінді есептерді, теңдеулерді қарастыру арқылы шешу. Бізде 877 есеп берілген. А жаттығуларына қарастырайық. АВ кесіндісінің ұзындығы дейді, СД кесіндісінің ұзындығынан 2 см артық дейді. Бізде не берілген? Берілгені бізде АВ мен СД. Жалпы бізде әрдайым кем дегенде екі нәрсе беріледі. Бізде мына жағдайда кесіндінің ұзындығы берілген, кесінді қандай кесінділер екені берілген. Кейде адамдар беріледі, немесе екі нәрсе беріледі, немесе жастарға байланысты болады. Алдағы уақытта олардың барлығын қарастыратын боламыз. Жалпы берілгенін біз бірінші жазып аламыз. Бізде АВ мен СД кесінділері берілген екен, және олардың ұзындықтары белгісіз. Енді қарайық. Бірінші сөйлемде бізде жазылып тұр. АВ кесіндісінің ұзындығы СД кесіндісінің ұзындығынан дейтін. АВ кесіндісінің ұзындығы СД кесіндісінің ұзындығынан 2 см артық дейді. Демек бізде АВ-мыз СД-дан 2 см-ге ғана ұзында болып тұр. Артық десе, мұнда тек қана қосамыз, есе деп тұрған жоқ, артық деп тұр. Енді не дейді? АВ кесіндісінің ұзындығын дейді 10 см, СД кесіндісінің ұзындығын 3 есе арттырса, мұнда нәтижесі тең болады дейді. Сонда не қыл дейді? АВ кесіндісінің ұзындығын дейді. Бізде АВ кесіндісі қандай неге тең? Х плюс 2-ні не істейміз дейді? 10 см арттырса дейді. Арттырса біз тағы да оған 10 см қоссақ деген сөз ғой. Енді СД кесіндісінің ұзындығын дейді. Х-ті бізде СД міне Х-ке тең ғой. СД кесіндісінің ұзындығын 3 есе арттырса дейді. Демек біз оны 3-ке көбейтеміз. Сонда екеуінің мәні тең болады дейді. Не бізде теңдеуіміз құрылды. Енді табу керек бізде бар. Нені табу керек? Табу керек бізде АВ кесіндісі мен СД кесіндінің ұзындықтарын табу керек. АВ мен СД-ні табу керек бізге. Енді шешуін жазайық. Шешуінде біз мына теңдеуімізді құрған шешуіміз қажет болады. 3х деп жазылған. Біз бірінші жақшаны ашамыз. Жақшаның сыртында қосу таңбасы тұр, плюс таңбасы. Демек жақша дәл солайынан таңбалар өзгеріссіз ашылады. 3х. Енді біз х айнымалыларды бір жаққа жинайық. Үлкен х айнымалымыз бізде оң жақта тұрғасын, мына кіші х айнымалыны оң жаққа жіберейік. Біз оң жаққа жіберген кезде бізде х-тің алдында таңбаға қараймыз. Бізде ол оң таңба. Демек ол оң жаққа барған кезде, х-тің оң жағына барған кезде ол қарама қарсы минус таңбасымен шығады. 2 қосылған 10 жазылайық. 3х минус х дедік. 2-ке 10 қоссақ 12, 3х-тен х алсақ, х дегеніміз ол 1х, 3х-тен 1х алсақ, бізде 2х қалады. Енді былайдан да жазсақ болады. 2х-тен 12 деп, онда тұрған ештеме жоқ. Х не істейміз? 12, яқта 2 көбейтілген х қой. 2-ні теңдіктің оң жағына жіберсек, біз қарама қарсы қосады, бөлу 2 болады. Сонда бізде шығады х 6. Х дегеніміз біз шартқа қарайық. Неге тең? Х дегеніміз ол СД-ға тең. Демек бізде СД 6 см болған. Енді бізге СД-ны таптық. Енді АВ-ны табуымыз керек. АВ-ны табу үшін біз не істейміз? Х плюс 2. АВ дегеніміз бізде х плюс 2. Ал х-міз бізде белгілі ғой, міне СД-міз 6. Міне х тең 6. Плюс 2 тең болады 8. Демек бізде АВ-мыз 8 см. Жауабына жазамыз. Жауабы АВ 8 см, СД 6 см.